Пайғамбарымыздың шығу тегі мынадай. Пайғамбарымыз бір хадис шәрифінде былай дейді: мен Абдуллах, Абдумутталиб, Хашим, Абдуманаф, Қусай, Қилаб, Мүрра, Қаб, Луай, Халиф, Фихр, Малик, Надыр, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Мудар, Низар, Маад, Аднан ұлы Мұхаммедпін. Араларыңда мен болған жамағат қай кезде екіге бөлінсе, Аллаху Таала мені міндетті түрде олардың ең қайырлысында ұстайтын. Тағы бір хадис шарифте Аллаху Таала Ибрахим ұлдарынан Исмайылды таңдады. Исмайыл ұлдарынан Кинана ұлдарын таңдады. Кинана ұлдарынан Құрайшты таңдады. Құрайштан Хашим ұлдарын таңдады. Хашим ұлдарынан Абдумутталиб ұлдарын таңдады. Абдумутталиб ұлдарынан мені таңдады деген. Егер де сіз пайғамбарымыздың шығу тарихын әрбір мұсылман бауырымыз білу керек дейтін болсаңыз, осы видеоны өз жақындарыңызға, мұсылман бауырларыңызға жіберіп, үлкен сауапқа кенелсеңіз болады. Және міндетті түрде арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.